Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, аман есенсіздер ме? Достар, енді бүгін біз сіздерге футбол ақпараттарын жеткізетін боламын. Ал сіздер болса менің арнама тіркеліп, әрине лайк басып достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар енді. Ал енді видеомызды бастайық. Жаңалығымызда әрине осы Чемпиондар лигасы туралы айтатын болсақ, Бавария клубы кеше Селтиктің алаңына барды және 1-2 есеппен жеңді. Енді бұл ойын Бавария үшін қиын болды. Енді Селтикте жақсы қарсылас болды. Негізінде Бавария клубында біраз XG-лар болған. Соны енді дұрыс қолдана алмады. Негізінде енді голдарды осы XG-ларды пайдаланатын болса, бір Бавария 3-4 голдай салып қоятын еді негізінде. Ал енді кешегі ойында енді Бавария өзінің дәлелдеп тастады және Альянс аренаға барғанда енді 3-4 гол салатыны анық және келесі кезеңге Бавария клубы өтіп тұрғаны анық. Ал одан кейінгі тағы бір ойын бар, Монако және Бенфика арасындағы ойын. Бұл ойында енді Бенфика клубы 0-1 есеппен Монаконың алаңында жеңіске жетті. Енді Алимата Самбелла деген ойыншысы қызыл қағаз алып келеді. Содан кейін әрине олар бір ойыншы кем болып зорға дегенде өнер көрсете алды Бенфикаға қарсы. Негізінде Бенфикада осы маусымда жақсы өнер көрсетіп жатыр. Ювентусты жеңіп қойып жатыр. Барселонаға да 4 гол салып жатыр. Негізінде осы Бенфика келесі кезеңге өтетіні анық. Фейнорд және Милан арасындағы ойынға тоқталатын болсақ, Пайшан деген ойыншы, Фейнордтың ойыншысы 3-ші минутта есепті ашады. Одан кейін Милан клубында біраз жеңіске жетуге мүмкіндіктер болған енді. Ал Милан клуб болса не істейді әрине? Қорғанысқа жатты. Негізінде Фейнорд деген клуб бір бәле шығар. Осы Баварияны да жеңіп қойды. Енді кеше Миланды да жеңіп жатыр. Негізінде кешегі ойында Рафаэль Лео жарақат алып кетті. Енді 1-2 аптаға шыққаны анық шығар деп ойлаймын негізінде. Статистика жағынан негізінде Милан клубы біраз фаворит болған. Негізінде ойындарды жақсы және қарымта шабуылдарға да шыға алды, пастарды керемет деңгей көрсетті. Негізінде осы Милан сапынан Феликстер да Пулисичтер де жақсы өнер көрсете алды. Сол енді 3-ші минутта голдан кейін Милан клубы ешқандай ответ бере алған жоқ. Енді Милан өз алаңына барып енді Фейнордты жеңе ала ма, жеңе алмай ма білмедім енді. Фейнорд негізінде келесі кезеңге өтеді-ау деп ойлап жатырмын. Өз болжамдарыңызды әрине комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Жоа Кансело деген ойыншы естеріңізде ме? Негізінде бұл Барселонада ойнады, Манчестер Ситиде ойнады, негізінде Баварияда ойнады. Баварияға тоқталатын болсақ, Баварияға жалға барды және Нагельсманмен келісе алмады және Пеп Гвардиоламен де қырылып қалғаннан кейін негізінде Манчестер Ситиден кетуге мәжбүр болды. Одан кейін Барселонаға барды. Барселона қайтып келіп енді Кейл Уокердің орнын басама деп жатқан кезімізде әрине ол енді Саудия лигасының Аль-Хилаль клубына ауысып кетті. Негізінде осы Канселоның деңгейі Еуропада ойнауға жеткілікті деп ойлаймын. Бірақ енді соған қарамай енді Кансело көкем осы Аль-Хилаль клубын таңдады және қазіргі уақытта өкініп жатыр екен және Еуропаға оралуға да дайындығын жеткізген болатын. Енді басылымдарының айтуы бойынша қазіргі уақытта енді осы Жоа Канселоға Еуропаның біраз клубтары қызығуда екен. Енді атақты басылымдардың бірі Тодда Фичархес басылымы қазіргі уақытта енді Жоа Канселоның болашақ клубы ағылшындық Манчестер Юнайтед деп жатыр. Енді Манчестер Юнайтедке қазіргі уақытта енді осындай ойыншы керек деп ойлаймын. Негізінде бұлардың тактикасы 3 қорғаушының рөлін атқарады. Енді бұл Жоа Кансело сол жақта да оң жақта да керемет деңгей көрсете алады. Мысалға сол қорғаныста ойнайтын Далот болса енді орталықта осы жаңа Амад Диалло деген ойыншы енді оң қанат қорғанысқа болса Жоа Канселоны қойғысы келіп жатыр. Негізінде енді правый вингер дей ма не дейді? Сол правый вингер немесе оң қанат жартылай қорғаушы рөлінде жақсы атқаратын ойыншы. Сол себепті енді осы Жоа Кансело Манчестер Юнайтедке барады деген ақпараттар да бар. Негізінде енді Манчестер Юнайтедке барған дұрыс. Енді тағы да бір ақпарат айта кетейік осы Ливерпуль клубы туралы. Ливерпуль клубын білеміз, Дарвин Нунес деген қисық ойыншысы бар. Енді бұл Дарвин Нунестің ойындары білеміз қазіргі уақытта енді 3 метр жерден қисық тебетін ойыншы және Ливерпульға керек емес. Негізінде Бенфикадан алғанда болашағы бар, перспективный игрок деген. Енді осы Ливерпульға келгеннен кейін оның мансабы жақсы бола қойған жоқ. Дарвин Нунес енді басылымдарға сұхбат берген екен. Менің қазіргі уақытта 5 машинам бар, 3-еуі Испанияда, 2-еуі Англияда деп өзінше бір күлден ба бір бәлес деген енді кринж әңгіме деп ойлаймын. Қиялданып жүрді бұл көкем. Енді Ливерпуль жанкүйерлері де бұл ойыншыны жақтырмайды және осы сөзінен кейін де жақтырмай жатыр. Негізінде ол осы машиналарды айтқаннан кейін маған тағы да ақша керек деген. Енді бұл жерде Саудия лигасынан бара ма, бармай ма, оны да білмейміз. Енді алдағы уақытта көре жатармыз. Алдыз болсақ жаңалығымызды жалғастыра берейік.
Үндістер, матрасшылар. Осы Атлетико Мадрид клубы білеміз. Қазіргі уақытта енді өте мықты клубтардың бірі. Осы жаздың өзінде біраз жақсы трансферлер жасаған. Мысалға енді Ленорман, Хулиан Алварес және Галагер сияқты ойыншыларды. Енді соған қарамай қазіргі уақытта енді Атлетико Мадрид клубы өздеріне бір жақсы ойыншы алсақ қалай болды екен. Енді әрқашан Чемпиондар лигасына ұшып жатырмыз. Енді Чемпиондар лигасын жеңейік және Ла Лигада Реал Мадрид пен Барселонаға қарсы төтеп бере алатындай күшіміз болсын деп енді осы Тодо Фичархес басылымының айтуы бойынша енді Барселонаның қазіргі уақыттағы жартылай қорғаушысы Фермин Лопесте қызығуда және Фермин Лопестің өзі осы қыста кеткісі келмеген Барсада және отказ берген болатын. Фермин Лопес үшін енді бір 50 миллион евро ұсынған екен. Негізінен Барселона клубы 50 миллионға сатпайтыны анық. Енді бұл 50 миллион тұратын шығар. Енді Трансфермаркет порталында оған қараған жоқпын. Бірақ негізінде болашағы бар, перспективный игрок деп айтылған өте керемет деңгей және Валенсия қарсы ойында да өзін жақсы көрсетіп жатыр. Егер осы трансфер жай орын алмайтын болса, енді тағы да бір-екі варианттар бар екен. Оның қазіргі уақытта енді Лапортамен сөйлеседі. Лапорта жоқ дейтін болса, енді жақсы варианттар бірі осы Пауло Дибаланы алғысы келеді. Енді басылымдардың айтуы бойынша Диего Симеонның өзі осы Пауло Дибаланы Ромадан сатып алғысы келеді. Негізінде бір Ромадан бір 12-10 миллион евроға сатып алуға болады. Енді олардың келісім шарты осындай. Дибала негізінде осы универсал ойыншы деп айтыламын. Ондықтың да рөлін атқарады және вингерлердің де рөлін атқарады. Оң жақтарда да және сол жақтарда да өте керемет деңгей көрсете алады. Енді Атлетико Мадридқа жарасатыны анық. Енді Антуан Гризманның орнын басып береді-ау деп ойлап жатырмын. Ал біз болсақ жаңалығымызды жалғастыра берейік. Барсаның спорттық директоры Деко қазіргі уақытта енді Барселонаға ешқандай трансфер қажет емес деп сұхбаттың барысында айтып қалған болатын. Манчестер Сити клубы осы қыста 200 миллион евро жұмсады. Ал біз жаздың өзінде де 200 миллион евро жұмсамаймыз деді. Енді қазіргі уақытта білеміз, Барселонада финанстық жағдайлары қиын және Барселона 1-2 жылдың ішінде бір қымбат ойыншыларды алмайтыны анық. Енді Деконың өзін білеміз, енді Манчестер Ситиге тиісіп отқан себебі Манчестер Сити 200 миллион евро жұмсап, әрине Реал Мадридтан қаталып қалды. Біз ешқандай ақша жұмсамай-ақ өзіміздің Ла Масияның жігіттерімен әрине осы Реалды жеңдік деп жатыр ма, сондай деп ақпараттарда шығып кеткен. Енді қазіргі уақытта білеміз, Барсаның проблемасы Роберт Левандовски және Mundo Deportivo басылымының айтуы бойынша Роберт Левандовски Барселонамен келісім шартын ұзартады деп жатыр. Енді менің ойымша ұзартқан дұрыс па, дұрыс емес па, өзім де білмей отырмын. Негізінде жақсы тоғыздық табатын болса, Роберт Левандовскимен қоштасқан дұрыс. Енді жақсы тоғыздықларының бәрі қымбат тұрады. Ал енді Барсада ондай ақша жоқ. Енді Роберт Левандовски енді реализация жағынан қиын болып жатыр және прессингті жасай алмай жатыр. Негізінде тоғыздық болып тұрып, қорғаушыларға прессинг жасаған өте керемет болатын беді ерде жас болғанында. Енді Джоан Лапортаның өзі де енді осы Роберт Левандовскимен келісім шартты ұзартуға дайындалып жатыр. Енді команданың бас бапкері Ханс-Дитер Флик командаға келгеннен кейін Роберт Левандовски алдыңғы маусымға қарағанда тәуір болып қалды. Енді Барселона клубы енді босатпайық деп енді Деколарды ойланып жатыр екен. Осы Роберт Левандовскимен келісім шартты 2026 жылға дейін допустиміз создық. Одан кейін не істейміз деп енді біраз жақсы перспективный ойыншыларды Роберт Левандовскидің орнына ауыстырғысы келеді. Мысалға енді Виктор Гюкереш дейді, біреулер Гюкереш дейді. Осы Гюкереш көтеменді Барселонаға келеттен ақпараттарда бар. Енді Гюкереш осы маусымда келетін болса да, осы Левандовскидің орынбасары болатыны анық. Және Ханс-Дитер Фликтің өзі осы Роберт Левандовскида қазір қызығып отыр. Негізінде осы Джоан Лапортадан басқа енді қазіргі уақытта Пари Сен-Жермен клубы да осы Гюкерешті алуға дайындалып жатыр. Және екі клубта осы Спортинг клубына 80 миллион евро беруге дайын осы Гюкереш үшін. Негізінде Гюкерешке мансап керек болса, Барселонаға келген дұрыс. Егерде ақша керек болатын болса, әрине Пари Сен-Жерменге барғаны дұрыс. Роберт Левандовски енді мәңгілік емес. Енді Роберт Левандовски кейін Гюкереш Барселонаға келсе бір өте жарасымды болатын беді. Қалай ойлайсыздар? Қазір енді Ханс Флик барлық ойыншыларды монстр жасап жатыр. Енді Ферран Торрестің өзін адам қылып жатқанда Гюкереш енді одан тәуір деп ойлаймын. Ал біз болсақ жаңалығымызды жалғастыра берейік. Сіздер болса лайктарыңызды аямаңыздар. Соңғы кездерде лайк аз болып отыр. Енді сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды.
Манчестер Юнайтедтің бұрынғы бас бапкері Эрик Тен Хаг енді ақпараттардың айтуы бойынша Фейнордтың бас бапкері болады деген ақпараттарда бар енді. Қазіргі уақытта білеміз, Фейнордтың бас бапкері Брайан Присте. Негізінен ол Брайан Присте жақсы өнер көрсетіп жатыр деп ойлаймын. Чемпиондар лигасында Баварияны жеңді және кеше Миланды өз алаңында жеңген болатын. Ал енді оны не істейді дейінде Брайан Присте қазіргі уақытта енді бір Фейнордқа бір үйренісіп алған. Енді Нидерландия лигасында қазіргі уақытта 6-шы орында тұр. Енді Эрик Тен Хагты шақырып жатқан себебі Эрик Тен Хаг бұрындары Аякста жақсы өнер көрсеткен және Чемпиондар лигасында білеміз, Криштиану Роналдоның командасын ұшырып жіберген, Реалды ұшырып жіберген болатын. Енді осы Эрик Тен Хаг үшін Брайан Пристені ауыстырмақшы. Енді осы Эрик Тен Хаг үшін осы бапкерді құрбан жасаған дұрыс па, дұрыс емес пе? Менің ойымша осы Брайан Присте деген бапкерді алып қалған жөн. Фейнорд енді Чемпиондар лигасында біраз жерге дейін баруы мүмкін, егерде Миланның үйіне барып Миланды жеңетін болса. Эрик Тен Хаг енді қазіргі уақытта жұмыссыз жүр және Нидерландия лигасына баратын болса, жақсы жұмыс істейтіні анық. Не дегенмен енді бұрынғы тәжірибесі бар Нидерландия лигасында. Ал достар, біздің жаңалығымыз осы енді. Арнамызға тіркеліп әрине лайк басуды ұмытпаңыздаршы. Бізде енді қазіргі уақытта лайк маңызды болып отыр. Енді көрермендердің барлығы лайк басатын болса, видеомыз енді бір рекомендациядан бір шығатыны анық ше. Енді сіздердің барынша қолдау күтеміз.